Саламатсыздарбы, құрметті авиация колледжінің студенттері. Еліміздегі төтенше жағдайларға байланысты болып жатқан онлайн сабағымыздың жоспарына байланысты бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметінің басты мақсаты мен міндеттері. Яғни, әуежайлардағы жолаушылар тасымалын ұйымдастыратын қызмет агентінің басты міндеттері және мақсаттарын бүгін талқылаймыз. Жоғарыда айтып өткен сабағымыздың мақсаты бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметімен танысамыз. Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметі кез келген әуежайдың құрылымдық бөлімі болып табылады. Және ол әуе вокзалы кешенінде орналасады. Оған терминал кешені, транзитті және VIP кешені аумағы кіреді. Бұл жерде оқушылар сендерге сұрақ, есімізге түсіреміз: терминал кешені дегеніміз не, транзитті және VIP кешені дегеніміз не. Сабақтың соңында бұл сұрақтарға ауызша жауап береміз. Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметі арнайы тіркеу орындарымен, бұл келген жолаушыларды тіркеу үшін не, стол, орындық, кресло, диван, шкаф, сейф және салқындатқышпен жабдықталған. Ал техникалық қызметі компьютерлермен, төлқұжат оқу құралымен, принтер, ксерокс, телефон, радио бекетімен және бөлімге қатысты жұмыстарды атқару үшін басқа бөлімдермен тікелей байланыста болу құрылғысымен қамтылған. Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру жолаушыларға жерде қызмет көрсетуді және жол жүкті өңдеуді тасымалдаушының талабына сәйкес орындайды. Яғни бұл жерде әуе компанияның талабына сәйкес орындайды. Тасымалдауға арналған жол жүктің сақталуын қамтамасыз етеді. Яғни жол жүкке толығымен жауап береді деген сөз. Құжаттаманы есептеу және рәсімдеу бойынша ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Әуе кемесінде коммерциялық тиеуді орналастырады және оның ең жоғарғы мәнін анықтайды. Біздің сабағымыздың бірінші мақсаты бойынша осы. Сабағымыздың келесі мақсаты осы тақырыптағы жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметі өзінің қызметін орындауда басшылыққа алатын құжаттар. Қандай құжаттар екен? Бірінші, Қазақстан Республикасы президентінің жарлықтары мен Қазақстан Республикасының үкімет қаулысы. Екінші, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы. Есімізге түсіреміз, екі заңнама бар. Екі заңнаманың сабақтың соңында тағы да сіздерден ауызша сұрақпен сұраймын. Және үшінші, индустрия инфрақұрылымдық даму министрлігінің құжаттарымен және әуежай басшылығының бұйрығымен, сонымен қатар жарлығымен. Ең соңғысы, жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметінің ережесі. Осы құжаттарды өзінің қызметін орындауда жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметі басшылыққа алады. Және жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметінің ережесі әр әуе компаниясында да өзінікі жеке бекітілген. ИКАО мен ИАТАның стандарттары бойынша. Егер әуе компания халықаралық болған жағдайда, ал егер әуе компания ішкі рейстерді ғана орындаса, онда өзіміздің заңнамамызға сүйене отырып жасалынады бұл ережелер. Сабағымыздың келесі үшінші мақсаты бұл жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметінің негізгі міндеттері мен мақсаттарын меңгеру. Бұл жерде әуежайда жолаушылар және әуе көлігі қызметін қолданатын ұйымдар мен фирмаларға жоғарғы мәдениетте қызмет көрсетілуін қамтамасыз етеді. Басты маңызды міндеті осы. Қызметтің ең жоғарғы мәдениетте көрсетілуін қамтамасыз ету. Ұшып келетін жолаушыларға мынандай қызметтер көрсетіледі. Ұшып келген жолаушыларды тіркеуді ұйымдастырады, олардың жол жүктерін рәсімдейді және өңдейді. Келесі, тіркеуден және тексеруден өткен жолаушыларды әуе көлігі бортына отырғызады. Жол жүкті әуе көлігі бортына тиейді. Тасымалдау құжаттарының уақытылы және сапалы толтырылуын қамтамасыз етеді. Ал ұшып келген жолаушыларды қызмет көрсету келесі: қарсы алады оларды, әуе вокзалы кешеніне жеткізеді,
Жол жүк әуе көлігінен түсіреді және жолаушыларға таратады. Жол жүк келмеген жағдайда келіп түскен шағымдарды қарастырады және оны жөнелту әуежайларына сұрау салу арқылы іздеумен айналысады. Сонымен қатар жолаушылардың әуе компаниялардың, ұйымдар мен фирмалардың шағымдары мен арыздарын қарастырады. Тасымалдау құжаттамаларын есеп айырысу қызметтеріне әуежай бекіткен тәртіпте тапсырады. Міне, негізгі басты міндеттері осы. Ал сабағымыздың, осы тақырыбымыздың келесі мақсаты жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметінің ұйымдастыру құрылымы. Бірінші ұйымдастыру құрылымында бірінші қызмет бастығы. Одан кейінгі қызмет бастығының орынбасары. Одан кейінгі ауыстырылым бастығы. 4 ауыстырылым болады және 4 ауыстырылымның бастығы болады. Келесі орында инженер-технолог. Одан кейін жолаушылар тасымалын ұйымдастыру және орталықтандыру бойынша аға диспетчер. Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру және орталықтандыру бойынша диспетчер. Шағым бойынша инспектор. Жол жүкті, поштаны іздестіру жөніндегі агент. Жолаушылар әуе тасымалына қызмет көрсетуді ұйымдастыру жөніндегі аға агент. Және жолаушылар тасымалына қызмет көрсетуді ұйымдастыру жөніндегі агент. Жол жүкті қабылдап тапсырушылар бригадирі. Өздігінен жүретін механизмдердің жүргізушісі. Жол жүкті қабылдап тапсырушылар өздігінен жүретін механизмдердің жүргізушісі. Жүк арбаларын ұсыну және жинау жөніндегі жұмысшы. Және бұл құрылымдағы ең соңғысы қоймашы. Бүгінгі тақырыпты түйіндей келе, сендерге қояр сұрағым. Өз таңдаған мамандықтарыңды жақсы көресіңдер ме? Әрине, бәрің арнайы осы мамандыққа таңдап түскен соң жақсы көреді деген ойдамын. Олай болса, мен сендерге өз мамандықтарының қандай екенін одан да жақсы түсініп, біліп, жақсы көру үшін Нұрсұлтан Назарбаев атындағы халықаралық әуежайда жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметінің агенті, біздің азаматтық академия түлегінен алынған арнайы видео интервьюімді көрсеткім келеді. Назар аударамыз. Жұмысыңызда басты міндеттеріңіз қандай? Әуе билеттерін тіркеу, жолаушыларды тасымалдау және қабылдау, олардың багаждарын тіркеу. Агенттер жолаушыларды ұшаққа отырғызып және ұшып келген жолаушыларды күтіп алу қызметін атқарады. Бірінші жұмыс күніңіз қалай өтті? Алғашқы жұмыс күнім өте тез өтті. Агенттер жалпы тіркеу барысын, мақсатын, міндетін үйретті. Жұмыс күніңіз неден басталады? Жолаушыларды тіркеуден немесе әуе кемесін күтіп алудан басталады. Әуежайға жұмысқа қалай орналастыңыз? Түйіндемемді барлық әуе компаниялардың сайттарына жібердім, жауабын күттім. Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру қызметінің артықшылықтары. Бұл мамандықты таңдауда ең бірінші үлкен жауапкершілік екенін түсіну керек. Сіздің жауабыңыз? Сіздің рейсіңізге тіркеу ұшуға 1,5 сағат қалады. Осы мамандықта не үйрендіңіз? Шапшаңдық, жауапкершілік және шет тілі сіздің мамандығыңызда маңызды ма? Өте маңызды, себебі шетел азаматтары жиі ұшады. Сендерге ұнады деген ойдамын. Мен де сендерге болашақта өз мамандықтарымен жұмыс жасауларыңды тілеймін. Ал енді осындай жақсы көңіл күймен үй тапсырмасын жазып алыңыздар. Бүгінгі өткен тақырыбымыздан кейін үйге берілетін тапсырма жолаушылар тасымалының ұйымдастыру құрылымының сызбасын дәптерлеріңізге сызып, құрылымның әр мүшесіне анықтама беріңіздер. Осымен онлайн сабағымды аяқтаймын. Сау болыңдар, келесі сабақта кездескенше аман болыңыздар, үйде болыңыздар.